Ассаламу алейкум, құрметті қыздар. Бүгінгі біздің тақырып тайм-менеджмент, уақытты жоспарлау және де кайдзен. Бұл үш тақырып барлығы өте ауқымды тақырыптар, бірақ бүгінгі видеоны қысқа да нұсқа жасаймын. Алдағы уақытта осы тақырыптарға тағы да осындай керемет видеолар шығатын болады иншалла. Уақытқа деген мұқияттылық адам өмірінің сапасын белгілейтін бірде-бір өлшем. Жалпы жастық шағын ойнап күлумен өткізген жан қартайғанда күнін жылаумен өткізер. Бұл өте керемет фразалар, цитаталар маған өте қатты ұнады, өйткені шын мәнінде бүгінгі таңда жастық шағымызда уақытты тиімді пайдаланып, алдағы видео шығарған болатынмын өмірлік миссия туралы, соны тыңдасаңыздар болады. Өзіңізді танып, өмірлік миссияңызды іске асырып, қоғамға пайдалы болсаңыз, сіз өзіңіздің уақытыңызды тиімді пайдаланасыз. Өйткені сіз өзіңіздің қоғамға керек екеніңізді, қоғамға пайдаңызды тигізетініңізді білетін боласыз. Бірақ егер ол нәрселерді білмесеңіз, өзіңізді танымасаңыз, не үшін өмірге келгеніңізді санаңызға, ойыңызға тоқып алмасаңыз, онда сіздің өміріңіз босқа өтеді. Күндеріңіз жоспарсыз, жайдан жай, интернетті қарау арқылы, инстаграмды, тиктокты қарау арқылы сіздің өте көп уақытыңыз ысырап болады. Жалпы бүгінгі тақырыпты жай ғана осындай бір түсіндіру арқылы жеткізгім келеді, бірақ алдағы уақытта поэтапно, бірінші мынандай істеу керек, екінші мынандай істеу керек деп сіздерге түсіндіргім келеді. Негізінде ең бірінші уақытымызды жоспарлау үшін біз не істеуіміз керек? Бірінші кезекте артық информациядан өзіміздің ойымызды бөлетін, біздің мақсатымыздан тайдыратын істерді жазып, сол істерді жалпы сызып тастау керек. Мысалы, инстаграм қарау, тикток қарау деген сияқты. Егер сен мынанша бет, мысалы 20 бет кітап оқысаң, мен саған 20 минут тикток көруге рұқсат беремін, немесе инстаграм көруге рұқсат беремін деген сияқты сіз өз-өзіңізге сондай мотивация беріп отыруыңыз керек. Бірақ ең алдымен сіз нәпсіңізді тойдырудан бұрын, нәпсіңізді тойдырмай тұрып, сіз өз-өзіңізбен келісіп, қазір мына жұмысты бітіріп тастайық, мынандай білім алайық, қоғамға пайдалы болайық, осындай істерімізді бітіргеннен кейін мен саған 20 минут инстаграмға уақыт беремін деген сияқты саналы түрде ересек позицияда өз-өзіңізбен келісетін болсаңыз, сіздің көптеген уақытыңыз тиімді өтеді. Шын мәнінде біз уақытымызды ысырап етеміз. Маған осы соңғы күндері әсер еткен фраза: егер сізге 2 ай өміріңіз қалды деп айтса, сіз не істейтін едіңіз деген инсайт мен үшін өте қатты, мені орнымнан жылжытқан инсайт болды, шынымды айтсам. Өйткені көптеген менің ойымда жүрген проектілерім енді иншалла жүзеге асады деген үміттемін. Өйткені мен ояндым деп ойлаймын. 2 ай өмірің қалды деп айтса, не істейсіз? Қандай әрекет жасайсыз? Осыны ойланып көріңізші. Қандай арманыңыз бар? Соны іске асырыңызшы иншалла.